Сәлеметсіңдер ме балалар? Бұл 2-ші сынып математика сабағы. Сабақты бастамас бұрын менің арнама тіркеліп, лүпіл және қоңырау басуды ұмытпаңдар. Күнделікті сабақтарды бірге орындайық. Бүгін бізде 82-ші сабақ. Монеталар мен қағаз ақшалар. Бүгінгі сабақта сен монеталармен және қағаз ақшалармен түрлі төлем жасауды үйренесің. Нөмірі 1-ші есеп көбейту мен бөлуді орында. 50 көбейту 2 тең 5 ондық көбейтеміз 2 тең 10 ондық 10 ондық 100-ге тең. 200 көбейту 3 200-дікке 3-ті көбейтеміз 600-дік 600-дігіміз 600-ге тең. 400 бөлу 5 40 ондық бөлу 5 40 ондық бөлу 5 яғни 8 ондық 8 ондық 80-ге тең. 100 көбейту 5 яғни 100-дікті көбейтеміз 5-ге 500-дік 500-дік тең 500-ге. 300 бөлу 6, яғни 30 ондықты 6-ға бөлеміз, 5 ондық. 5 ондығымыз 50-ге тең. 600 бөлу 3 тең 600-дік. 600-дікті 3-ке бөлетін болсақ, 200-дік. 200-дігіміз 200-ге тең екен. Нөмірі 2-ші есеп. Қазақстанның қай сандар жазылған монеталары мен қағаз ақшаларын білесің? Осы ақшалардың құнын білдіретін сандарды алдымен өсу ретімен, содан соң кему ретімен жаз. Өсу ретімен балалар 1, 2, яғни бізде 1 тиын бар екен, 2 тиын бар екен, 5, 10, 20, 100, 200, 500, яғни 500 қағаз ақшамыз бар екен, я? 1000, 2000, 5000, 10.000, 20.000. Енді осыларды біз кему ретімен айтатын болсақ, балалар 20.000, 10.000, 5000, 2000, 1000, 500, 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1. Нөмірі 3-ші есеп. 50 теңге, 100 теңге, 200 теңге монеталарын пайдаланып 500 теңгені ұсақтаудың түрлі нұсқаларын жаз. Үлгі бойынша балалар, мысалы 200 теңге қосамыз 200 теңге, оған тағы 100 теңгені қосатын болсақ 500 теңге. Келесі 200 қосамыз 100 теңге, қосамыз 100 теңге, оған тағы 100 теңгені қосатын болсақ 500 теңге. 100 теңге қосу 100 теңге, 100 теңге, тағы да 100 теңге қосу 100 теңге, яғни 100-ді 5 рет қосатын болсақ 500 теңге. Келесі 100 теңге қосамыз 100 теңге, қосамыз 100 теңге, қосамыз 100 теңге, оған 50 теңгелерді қосатын болсақ 500 теңге. Келесі 200 қосу 200 теңге, қосу 50 теңге, қосу 50 теңге тең 500 теңге. 200 теңге қосамыз 100 теңге, қосамыз 100 теңге, қосамыз 50 теңге, қосамыз 50 теңге тең 500 теңге. Нөмірі 4-ші есеп. Есепті шығар. Азамат анасымен бірге дүкенге барды. Олар 500 теңгеге май, 200 теңгеге кәмпит және 100 теңгеге нан сатып алды. Азамат анасы екеуі неше теңгеге сауда жасады? Май 500 теңге, кәмпит 200 теңге, нан 100 теңге. Шешуінде балалар 500-ді қосамыз 200-ге, оған тағы 100 теңгені қосатын болсақ 800 теңге. Жауабы Азамат анасы екеуі 800 теңгеге сауда жасады. Нөмірі 5-ші есеп. Есепте 20 теңге қосамыз 50 теңге тең 70 теңгеге. 100 теңге азайтамыз 50 теңге тең 50 теңгеге. 50 теңге көбейту 2 тең 100 теңге. 20 теңгеге қосамыз 100 теңгеден 80 теңгені азайтамыз. Яғни 100 теңгеден 80 теңгені азайтатын болсақ 20 теңге. 20 теңгеге 20 теңгені қосатын болсақ 40 теңге. 100 теңгеден азайтамыз 50 теңге мен 20 теңгенің айырмасын. Яғни 50 теңгеден 20 теңгені азайтатын болсақ 30 теңге, 50 теңгеден 30 теңгені азайтатын болсақ 20 теңге. 100 теңге бөлеміз 2 тең 5 теңге.
Нөмірі 6 есеп салыстыр. 400 теңге тең 400 теңгеге. 500 теңге артық 300 теңгеден. 600 теңге артық 700 теңге мен 200 теңгенің айырмасынан. 100 теңге қосу 900 теңге, яғни 1000 теңге артық 900 теңгеден. Нөмірі 7 есеп. Суретке қара. 100 теңгені, яғни А нұсқасы бойынша бірдей монеталармен, ал Ә нұсқасы бойынша әртүрлі монеталармен қалай шығарып алуға болады? А нұсқасы бойынша 20, яғни бірдей болу керек. 20-ны 5 рет қосқанда 100 теңге. 20 қосу 20 қосу 20 қосу 20 қосу 20 тең 100 теңге. Келесі 10 теңгені, яғни 10-ды 10 рет қосқанда 100 теңге болады екен. Одан кейін 50 теңге, яғни 50-ге 50 теңгені қосамыз 100 теңге. Ә нұсқасы бойынша енді әртүрлі. 50 теңге қосамыз 20 теңге, қосамыз 20 теңге, қосу 10 теңге тең 100 теңге. 20 теңге қосамыз 20 теңге, қосамыз 20 теңге, қосамыз 20 теңге, қосамыз 10 теңге, қосамыз 10 теңге тең 100 теңге. 50 теңге қосу 20 теңге, қосу 10 теңге, қосу 10 теңге, қосу 10 теңге тең 100 теңге. 50 теңге қосу 10 теңге, қосу 10 теңге, қосу 10 теңге, қосу 10 теңге, қосу 10 теңге тең 100 теңге. Нөмірі 8 есеп. 16 теңге, 27 теңге, 51 теңге, 56 теңге, 65 теңге және 70 теңгелік ақшаларды қандай монеталармен жинақтауға болады? 10 теңге қосу 5 теңге қосу 1 теңге тең 16 теңгеге. Келесі 20 теңге қосу 5 теңге қосу 2 теңге тең 27 теңгеге. 50 теңге қосу 1 теңге тең 51 теңгеге. 50 теңге қосамыз 5 теңге, оған тағы 1 теңгені қосатын болсақ 56 теңге. 50 теңге қосу 10 теңге қосу 5 теңге 65 теңгеге тең. 50 теңге қосамыз 20 теңге тең 70 теңгеге. Келесі нөмірі 9 есеп. Ойлан тап. А нұсқасы бойынша дүкенде 3 литрлік минералды судың бағасы 200 теңге тұрады. Егер жалғастың 500 теңгелік 2 қағаз ақшасы болса, ол 9 литр суды неше теңгеге сатып алады? Сатушы оған неше теңге қайтаруы тиіс? А нұсқасы бойынша есептің қысқаша берілгенін жазып алайық, балалар. Болды 500 теңге, яғни көбейту 2 теңгеден, яғни 2. Себебі жалғаста 500 теңгеден 2 болды деп тұр, балалар, қағаз ақшадан. 3 литр су 200 теңге, 9 литр су бізде белгісіз. Және сатушы қайтаруы тиіс неше теңге? Шешуінде біз бірінші амалы 500 теңгені 2-ге көбейтеміз, 1000 теңге, бұл барлығы. Екінші 200 теңгені 3-ке көбейтеміз, 600 теңге, бұл 9 литр судың бағасы. Үшінші амалда 1000 теңгеден 600 теңгені азайтатын болсақ, 400 теңге. Жауабы 9 литр суды 600 теңгеге сатып алады. Сатушы 400 теңге қайтаруы тиіс. Тоғызыншы есептің Ә нұсқасы 600 теңгеге бірдей 2 доп және 1 секіртпе алуға болады. Қайсысы қымбат, доп па әлде секіртпе ме? Яғни балалар, мен 2 түрлі тәсілмен шығардым. Бірінші тәсілі, допты біз 100 теңге деп алайық, доптан 2 болса, балалар, секіртпе 400 теңге. Сонда 100 теңге қосамыз 100 теңге, яғни бұл 2 доп. Қосамыз 400 теңге тең 600 теңге. Бұл жерде балалар секіртпе қымбат. Келесі екінші тәсілі, допты 200 теңге деп алайық, секіртпені 200 теңге деп алайық. 2 доп, яғни 200 теңге қосу 200 теңге, бұл 2 доп, қосамыз 200 теңге секіртпе тең 600 теңге. Екеуі бірдей екен. Осымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.